Қайырлы күн достар, сіздермен Айжарқын. Бүгін біз сіздермен осындай өте нәзік, дәмді шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең әуелі ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, барлығын салып аламыз. Оған қантымызды қосып, жақсылап қантымыз еріп, ақ көбік пайда болғанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді оған алдын ала бөлме температурасында тұрған, жылып тұрған сүтімізді құямыз. Оны да венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді оған алдын ала ертіп қойған сары майымыз бен шоколадымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ массаларымызды дайындап аламыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып, ситаның көмегімен үккіштен електен өткізіп саламыз. Осылай бөліп-бөліп, ұнымызды бөліп-бөліп салсаңыздар, тез әрі әдемі болып көтеріліп шығады. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді оны дайын формамызға құямыз. Менде 26 размерлі формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізде 35-40 минутқа салып пісіріп аламыз.